Бәріне сәлем, мен есімім Али, 21 жастамын. Назарбаев университетінің электротехника және компьютерлік инженерия мамандығы бойынша 4-ші курс бакалавриат студентімін, және де Energy Intelligence командасының капитанымын. Мен өзім Қызылорда қаласында туылдым. Лицей кезінде физика және астрономия бағыты бойынша республикалық халықаралық ғылыми жоба конкурстарына және олимпиадаларға қатыстым. Біз университетте 4-ші курс студенттері болып Energy Intelligence командасын құрған болатынбыз. Біз 3-ші курстан кейін Кигок компаниясында стажировка өткен болатынбыз. Стажировка кезінде электроэнергетикасын тұтынуды болжау бойынша проблеманы анықтап, ол проблеманы шешу үшін арнайы команда құрдық. Командада 4 студент болды. Және де осы проблемаға шешім табу кезінде біз Shell және Казэнерджи ассоциациясы ұйымдастыратын Student Energy Challenge конкурсын біліп, ол жаққа осы проектіміздің паспортын жібердік. Біз машиналық оқыту әдістерін және нейрондық желілерді қолдану арқылы қысқа және ұзақ мерзімде электроэнергетикасын тұтынуды болжау проектін конкурсқа жібердік. Бұл конкурста Қазақстанның түрлі университеттерінен энергетикалық, экологиялық және де мұнай, газ және де түрлі салаларда студенттер өздерінің жобаларын ұсынады. Біз осы конкурстың жүлдегері атандық және де проектімізді дамытуға $4000 көлемінде қаржыландыру алдық. Жобаның мақсаты бойынша алдағы уақытта біз проектімізді әрі қарай дамытып, түрлендіріп, энергетикалық компанияларға өзіміздің шешімімізді көрсетіп, олармен бірге осы Қазақстанның энергетикалық жүйесін дамыту бойынша жұмыс жасағымыз келеді. Жоба бойынша атап өтетін болсақ, электр энергиясын тұтынуды болжау энергетика саласындағы маңызды тақырыптардың бірі болып табылады. Қазіргі уақытта болжау түрлі сарапшылардың үнемі бақылаумен өтеді, және бұл бақылау уақытында түрлі қателер кетуі мүмкін болғандықтан, біз бұл процесті цифрлық технологиялар арқылы автоматтандыруға болатындығын көрсеткіміз келді. Біз бұл проект арқылы электр энергетикасын өндіретін кездегі энергия ресурстарын дұрыс қолдану және энергия жүйесінің тиімділігін арттыру бойынша өте жақсы проект ойлап таптық деп ойлаймыз. Болашаққа мақсатым туралы айтатын болсам, бакалавриатты сәтті аяқтап, магистратураны осы инженерия саласы бойынша оқып, өзімді өндірістік салада инженер ретінде көргім келеді. Басқаларға айтар кеңесім, ол өзімен бірге дамитын ортаны таба білу, және де ол ортамен бірге түрлі идеяларды жобаға айналдырудан қорықпау, және де әрдайым жеңіске жету үшін сенімді болу деп ойлаймын.